Welcome back to English with Jadra. Есімім Жадра. Бүгін сіздермен екі идиомалармен танысамыз. Big week және fish out of water. Біріншісі, big week. Тікелей аудармасы үлкен парик. Ал мағынасы an important person, маңызды тұлға. Мысалы, we were invited to a lunch with local big wigs. Аудармасына келетін болсақ, біз жергілікті маңызды тұлғалармен түскі асқа шақырылдық. Екіншісі, fish out of water, тікелей аудармасы сусыз балық. Ал мағынасына келетін болсақ, someone is uncomfortable in a specific situation, яғни белгілі бір жағдайларда өзін қолайсыз сезіну. Мысалы, I felt like a fish out of water at my new school, яғни мен жаңа мектебімде өзімді қолайсыз сезіндім. Бүгінгіге осы достар. Осы идиомаларды пайдаланып комментарийға сөйлемдеріңізді қалдырыңыздар және маған тіркелуді ұмытпаңыздар. See you!